заңсыз берілген жерлерді принципиалды түрде мемлекеттің меншігіне қайтару қажеттігін нақты айтты. Оның ішінде әкімдіктер тарапынан заңсыз әрі конкурссыз берілген 2000-ға жуық шешімдердің жұмысын жер аманаты комиссиясының араласуымен қайтаруды тапсырды. Президенттің айтқан сөздердің маңыздылығы жоғары. Өйткені соңғы уақыттарда республикалық жер комиссиясы мен оның инспекторларына жан-жақты заңсыз қысым көрсетілуде. Бұл комиссияның жүйелі жұмыс жасауына үлкен кедергілер келтіріп отыр. Мысалы, үкіметтің вице-премьері Нұрлан Байбазаровтың кәсіпкерлерден түскен арыз өтінішінен кейін негізсіз хаттамалық шешімі шықты. Міне хаттамалық шешім. Дәлел ретінде, хаттамалық шешімде жұмыс тобын құрып, оның аясында заңсыз, яғни конкурссыз берілген жерлердің құжаттамаларына комиссия және инспекция тарапынан талап арыз беруді тоқтату және берілген арыздарды соттан қайтару қажеттік туралы себепсіз шешім шығарды. Статистикаға көз жүгіртсек, жалпы көлемі 55 мың гектар, аумағы 72 жер бойынша жер иелері инспекторлардың заңды талабын орындамады. Жалпы көлемі 47 мың гектар болатын 263 жер бойынша материалдар сотқа жіберілді, ал 20 мың гектар болатын 136 жер бойынша іс сотта қаралып жатыр. Қадірді әріптестер, үкіметтің негізсіз хаттамасының аясында аталған жерлерді, оның ішінде заңсыз берілген 122 мың гектар жерлер бойынша сотты тоқтатып, істі қайтаруымыз керек екен. Бұл тапсырма мемлекет басшысының латифундистер мен заңсыз жер иеленушілерден қайтарылатын жерлер бойынша жасап жатқан маңызды саясатына қарама-қайшы жасалынған жұмыс деп білемін. Аталған шешім әділетті Қазақстанды құру принциптеріне мүлдем сай емес. Бұл тапсырманың шығуына кім рұқсат берді? Үкімет қалай жол берді? Екінші мәселе. Бұл жер аманаты жер комиссиясының Жамбыл, Павлодар және Батыс Қазақстан облыстарына іс-сапарлар барысына анықталған мән-жайларды қысқаша баяндап кетейін. Бұл облыстарға комиссияны өзім басқарып бардым. Және анықталған жер және құрылыс саласына кей жағдайлар Қазақстан Республикасының үкіметі мен бас прокуратура тарапынан араласуды бірлесіп шешуді қажет етеді. Жамбыл облысында өзекті болып тұрған мәселе Тараз қаласында көп қабатты тұрғын үйлердің ортақ кондоминиум кіретін аула жерлері ірі кәсіпкерлерге құрылыс жүргізуге заңсыз табыстау фактілері көбейіп кеткен. Ал Павлодар облысы Ақсу қаласында жерді қайтару практикасына бұрын кездеспеген түсініксіз жағдай орын алып отыр. Ақсу қаласы прокуратурасы Павлодар облысы жер ресурсын басқару департаментінің атына 2 қазан 2023 жылы заң бұзушылықты жою туралы ұсыныс жіберді. Ұсынысқа сәйкес прокуратура жерлерді беру тәртібін зерттеу барысында 95 шаруа қожалығына берілген жалпы көлемі 53 мың гектар ауыл шаруашылық жерлерінің халықтың мал бағатын жерлердің қатарынан берілгендігін анықтады. Бірақ та аталған 95 жердің 42-сі ресми түрде жойылған ауылдардың шегінде орналасқан. Басқаша айтқанда, карта бойынша ауыл жоқ, демек ауылдың мал бағатын жер болып есептелінбейді. Бірақ та даудың негізде жоқ. Бірақ та прокуратура өзінің прокурорлық актісін қайтаруға асықпайды. Мұны қалай түсінуге болады? Шенеуніктердің қағаздарды уақытылы өзгертпегеннен, жергілікті жер жоспарларына өзгерістерді енгізбегеннен 42 шаруа қожалығы неге зардап шегу керек? Тағы да бір мәселе. Павлодар мен Қарағанды облысында 17 гектар жерді екі облыстың дауласқанына 30 жыл болды. Нақтыласақ, бір жер Қарағанды әкімдігінің картасы бойынша Қарағанды облысының Асакаровка ауданы болып есептелінеді, ал Павлодар облысының картасы бойынша Баянауыл ауданы болып есептелінеді. Цифрлық министрлік пен ұлттық картографиялық қордың мәліметінше аталған жер Павлодар облысына қарау керек. Бірақ Қарағанды облысы менің жерім деп жармасып, даудың үстіне дау туғызып отыр. Жағдайдың шыққан соншалықты 2004 жыл мен 18 жылдың аралығында Асакаровка ауданы әкімдігі 10 жер учаскін жер пайдалануға берсе, Баянауыл әкімдігі 5 жерді беріп, ақыры жерлер бір-бірімен қабаттасып, соңы үлкен сот дауларына ұласып отыр. Бұл екі облыс пен тиісті министрліктің аталған мәселе бейжай қарауына себеп орын алып отыр. Батыс Қазақстан облысы мен Орал қаласы тіпті айту өте қиын. Себебі сыбайлас жемқорлық фактісі өте зор. Қажет десеңіз, жер комиссиясы келген кезде барлық заңсыз фактілерді жергілікті билік мүмкіндікше жасыруға тырысты. Уважаемые коллеги, данные приведенные конкретные факты говорят о несистемной работе местных исполнительных органов, прокуратуры и коррупционных схемах при предоставлении земли в каждом акимате. Цена незаконного решения очень высока, что это может обернуться многомиллиардными исками против чиновников, которые приняли в свое время незаконные решения. Депутат Базарбектің микрофон қосыңыздар, екінші рет. Қорытындылаңыз енді.
Далеко ходить не нужно. По громкому делу о возврате земель казну имени Аль-Фараби фирма Тимура Кулебаева, лишившись по решению суда земли для постройки бизнес-центра, выставили счет акимату города Алматы на сумму 34 миллиарда тенге. Получается, проиграв суд, теперь данная компания хочет взыскать свои незаконные вложения при строительстве бизнес-центра. И это будет повсеместно со всеми проектами, где акимы незаконно предоставили земельные участки. В связи с этим считаю необходимым придерживаться закона и строгой линии президента по возврату незаконно предоставленных земель. Также по вышеуказанным вопиющим фактам прошу Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям государственных органов и вмешаться в незаконные действия. Рахмет.